жиналып алып талқыладық қой. Латын алфавиті қай елдің жазуына, айтуына, сөйлеуіне пайдалы деп, үлеседі деп. Содан қазақшаға үлесетін вариантын қолдадық біз. Сонымен ертең мен екеуміз қол көтеріп қабылдадық. Бірақ бір адам қарсы болды. Жаңағы посол. Шетелді істеген бір атын ұмытып отырмын, фамилиясы бар. Сол қарсы болды. Бірақ біз оны жеңіп шықтық. Жеңіп шығып, қайтып келгеннен кейін, енді бұны несін жасырамыз? Ашық айтайық дедік та, президентке хат жаздық ашық. Onu ben yazdım. Latınğa köşemiz деп жаздың ғой. Latınğa köşemiz деп Anadolu gazetinde cariyelandı. Nazarbayev'ga. Sol Nazarbayev ayda 94-cü yılıma mağan ordunda kadap durup aytdı. Ana otan. So'sini aytaveringiz. Mına otan ordunda sizge Қазақ тіліне сіңірген еңбегіңіз үшін Ахмет Байтұрсыновтың тапсырмасы. Осыны есіңізде бар ма деп сөйледі. Ой, мен ұмытпаймын оны дедім. Жаңағы экзамен тапсырып болғаннан кейін сөйлесіп тұрып айтқан ғой. Содан кейін 12 kitabını pazarlık ettim prezidentke. Benim dileğim bolacağımız жарқын болсын, қазақ халқының болашағы жарқын болсын, табысты болсын. Елдің алдында жүрсін.